Ол тәжірибе үшін табытта өмір сүруді таңдады. Бірақ ақырында бәрі оның сонда екенін ұмытып кетті. Сита, оның ағасы Отто және атанасы шағын наубайханада бірге жұмыс істейді. Әрең күнелтіп жүр. Бір күні құлаққап таққан бейтаныс ер адам дүкенге кіреді. Кенеттен ол қатты жөтеліп қалады. Отто оған бір стақан су береді. Ер адам судан бірнеше жұтым алған соң, Оттоға кассета тәрізді бір таспа ұстатып, сабырлы түрде оған Алла жолында өмірден бас тартуды ұсынады да, тыныш кетіп қала. Сол сәтте қарақшы кассадан барлық ақшаны жұлып алып, қашып кетеді. Сита болған оқиғаны атанасына айтып береді. Олар сыртқа жүгіріп шыққан сәтте көшені алып жарылыс дірілдетеді. Полиция бөлімінде Отто таспаны жасырын түрде қарындасына көрсетеді. Тәртіп сақшылары оларға жарылыстың басты күдіктісі дәл сол наубайханаға кірген бейтаныс адам екенін айтады. Бірақ бауырлар таспа туралы ештеңе айтпайды. Тек ол судан сұрағанын жеткізумен шектеледі. Үйге келген соң олар кассетаны қояды да сұмдық дыбыстарды естиді. Қабірінде азап шегіп жатқан адамдардың жан түршігерлік айқайлары естіледі. Әлгі адам бұл азапқа соншалықты сенгендіктен өзін өзі жарушы болуды таңдап, Алланың мейірімін табамын деп ойлаған. Біраз уақыттан кейін Сита мен Отто исламдық панаханаға орналастырылады. Мұғалімдері Лилиан балаларға жаман адамдардың қабір азабына түсетінін айтады. Бірақ Сита бұған сенбейді. Ол неге жақсы адамдар қиналып, ал жауыздар бақытты өмір сүретінін түсіне алмайды. Бұл сұрақ оны маза бермей қажытады. Оның ойында қараңғы күдік пайда болады. Мүмкін мейірімділер әрқашан марапатталмайды, ал қатыгездер жазасыз қалады. Бәлкім, қабір азабы адамдарды қорқытып ұстау үшін ғана айтылатын аңыз шығар. Шындықты табуға бел буған Сита ағасын иесіз қалған туннелді зерттеуге көндіреді. Жергілікті тұрғындар оны қатты қорқады. Ешкім кірмейді. Кім кірсе, қайтып шықпайды деген сыбыс тараған. Бауырлар қараңғылыққа қадам басады. Тереңдеген сайын жағдай үрейлі бола бастайды. Бір кезде олар бір-бірін көрмей қалады. Тіпті дауыстары жоғалып кетеді. Жалғыз қалған Сита қорқып алға жылжиды. Кенеттен оның алдында бір бала пайда болады. Ол өзін сондай үрейлі, табиғи емес үнмен таныстырған сәтте Сита оның тірі жан емес, әлдеқашан өлген біреудің рухы екенін түсінеді. Бұл Исмайл. Қорыққан қыз туннелден қашып шығады. Сыртта Отто мен ауыл адамдары оны күтіп тұр екен. Балалар панаханаға қайтып келеді. Бірақ Сита көрген елес туралы ұмыта алмайды. Оны бір сұрақ мазалайды. Неге Исмайлдың рухы сол туннелде қамалып қалған? Ол тірі кезінде не болды? Қорқыныш пен қызығушылық Ситаны ұстаздар мен қызметкерлердің әңгімелерін жасырын тыңдауға итермелейді. Бір күні ол Исмайл мен панахана туралы шындықты біледі. Жетімхананы бір бай адам басқарады. Бірақ қайырымдылық үшін емес. Ол қорғансыз балаларды өз мүддесі үшін пайдаланады. Жетімдерге баспана беремін деп кейін ең ұнағандарын ауқатты азғындарға сатып жібереді. Байғұс Исмайл да олардың құрбаны болған. Бай адамдар тарапынан қорлық пен азап көрген. Ол өлген соң да рухы тыныштық таппай, қарғыс атқан туннелде кезіп жүр. Сита әңгімеден бір қорқынышты шындықты тағы аңғарады. Енді олар ағасы Оттоны көздеп жүр. Қорыққан қыз жалғыз туысын құтқаруға асығады, бірақ кеш қалады. Екі ер адам Оттоны сүйреп бара жатады. Жоспарларына кедергі жасамас үшін Ситаны да ұстап алып, терезелері мен есіктері бекітілген бөлмеге қамайды. Бірақ ақылды әрі қайсар қыз берілмейді. Ол орамалын шешіп, өзін босатады да қашып шығады. Дәл сол сәтте күтпеген одақтас пайда болады. Әйел қызметкердің бірі оған ақша беріп, Оттоны қайда апара жатқанын сыбырлап айтады. Сита орман арқылы жолға қарай жүгіреді. Көп ұзамай ол ағасы отырған көлікті көреді. Батыл қыз көліктің әйнегіне тас лақтырады. Жүргізуші не болғанын көру үшін көліктен түседі. Сол сәт балаларға қашып құтылуға аз ғана мүмкіндік туады. Бірақ олардың жалғыз амандыққа апарар жолы қайтадан туннел арқылы өтеді. Сол жерде азапты рухы тыныштық таппаған Исмайл қайтадан пайда болып, көмектесуін өтінеді. Оның дауысы жан қинаған ауыртпалыққа толы еді. Жылдар өтті. Енді Сита қарттар үйінде жұмыс істейді. Бірақ уақыт оның бала күнгі жараларын жазбады. Әлемнің әділетсіздігі туралы қараңғы ойлар әлі де мазалайды. Ол әлі де жауыздардың жазасыз, ал жақсылардың марапатсыз қалатынына сенеді. Өзін бір жола дәлелдеуге бел буған Сита сұмдық бір тәжірибе жасауға шешім қабылдайды. Оның нысанасы кезінде өзі мен ағасы Отто өмір сүрген жетімхананың иесі. Қазір ол қарттар үйінде тұрып жатыр. Ал Сита оның барлық бұлықтарын дәлелдейтін айғақтарды асықпай жинап жүрген еді. Сита қартқа тыйым салынған дәрілер береді. Соның әсерінен ол камера алдында өзінің барлық қорқынышты істерін мойындайды. Бір күні Сита онымен бетпе-бет сөйлесіп, өзінің сол жетімханада тұрғанын айтады.
және оның ісін ешқандай ақырет азабы жоқ екенін дәлелдеу үшін пайдаланбақ ойы барын ашық жеткізеді. Дін тек ескі аңыздар жиынтығы ғана дейді. Дәл сол кезде бөлмеге Отто кіріп келеді. Енді ол жерлеу бюросында жұмыс істейді. Қартқа тап береді. Бірақ Сита оны тоқтатады. Қарт өмірінде талай жамандық жасағанын мойындайды. Бірақ көптеген балаға білім алуға көмектескенін де айтады. Олар сенім мен күнә жайлы талқылайды. Ақыры ол ешқандай жаза мен азаптан қорықпайтынын мәлімдейді. Содан кейін күтпеген жерден Ситаның тәжірибесіне көмектеспек болып, өзін-өзі басынан атады. Қарттың отбасы жанжалдан қорқып, қарттар үй қызметкерлерінен оны тыныш қана жерлеуді өтінеді. Енді Сита шешуші тәжірибесіне дайын еді. Ол зұлым адамның өлімнен кейінгі жанын өз көзімен көргісі келді. Оттомен бірге олар зиратқа барады. Жаңа ғана қазылған қабірге түсіп, Сита мәйітпен бірге табытқа жатады. Отто оған камера беріп, қажет болса бірден шақыратынын, өзі сыртта күтіп тұратынын айтады. Түн ішінде қабірдің қасында жылан жылжып өтеді. Бірақ Отто бұған мән бермейді. Таңертең ол қарындасын қазып шығарады. Сита табытта жатқанда бір түрлі күшті сезінгенін, бұл оның теориясын растайтынын айтады. Шынында да, зұлымдар өлімнен кейін жазаға тартылмайды. Нәтижеден жігерленген Сита таңертеңгілік ток-шоуға шығып, өз жаңалығын бүкіл әлемге жарияламақ болады. Ол қабірден түсірілген бейнематериалды дәлел ретінде көрсетпек еді. Бірақ студияда видео қосылғанда, онда ештеңе жоқ болып шығады. Өйткені Отто жад картасын жасырын түрде ауыстырып қойған еді. Ешкім Ситаға сенбейді, ал оның бағдарламасы масқараға айналады. Ашуға булыққан Сита ағасын қорқақ әрі әлсіз деп айыптайды. Бірақ Отто мұндай тәжірибелердің дұрыс емес екенін түсіндіреді. Егер адамдар өлімнен кейін зұлымдардың жазаланбайтынына сенсе, қоғам бұдан бетер азар еді. Ол Ситаны өзімшілдікпен де айыптайды. Оның қарттар үйінде де жүрекпен емес, тек өз пайдасы үшін істейтінін бетіне баса. Сита бәрін ағасы мен ата-анасы үшін істейтінін айтады. Бірақ Отто оған ата-аналарының өліміне өзі кінәлі екенін еске салады. Егер ол бірнеше ұрланған долларды айтпағанда, олар әлі тірі болар еді. Бұл сөздер Ситаның жанына қатты тиеді. Қыз қарттар үйіне оралып, ұзақ жылап отбасының суретіне қарап отырады. Кенет біреу оның атын атап шақырғанда естіледі. Беймәлім дауысқа еріп, Сита бөлмелердің біріне кіреді. Іште ешкім жоқ. Бірақ есікті жабарда әлгі дауысты тағы естиді. Артына бұрылғанда есік аузында бір көлеңке тұрғанын көреді. Жақындап барса, бұл қарттар үйіндегі бір бөгде әйел екен. Ол жылап тұрып, күйеуінің жас медбикемен көзіне шөп салып жүргенін айтып шағымданады. Сита аңтаң болып, барып тексерсе, шынында да бір қарт ер адам жас медбикемен уақыт өткізіп отыр екен. Әйелдің жүрек жарасы айқайға айналып, ол соншалықты қатты бақырып жылайды. Барлық тұрғындар жүгіріп келе. Сол түні көз жасына булыққан әйел кір жуатын бөлмеге барып, киімдерін жуады. Кездейсоқ оның неке жүзігі кір жуғыш машинаға түсіп кетеді. Оны алмақ болып ішіне кіргенде, абайсызда іске қосып жібереді. Кір жуғыш машина іске қосылып, әйелді барабанның ішіне қамап қояды. Оның жан дауысы шыққанда адамдар көмекке ұмтылады, бірақ бәрі кешеді. Қария әйел жан түршігерлік азаппен көз жұмады. Ал оның опасыз күйеуі әйелі қайтыс болғанына сенбей, есін жия алмай қалады. Ол кешірім сұрап үлгермегенін түсініп, өкініш пен қайғыға батып, есінен айырылардай болады. Сол түні Ситаны қорқынышты түстер мазалайды. Ақыры ол бейшара қартқа көмектескісі келеді деп шешеді. Ағасының оны өзімшіл деп айтқаны Ситаны ойландырады. Келесі күні ол қарттар үйінде тұратын әйел медиумға барып, әлгі марқұм әйелдің рухымен байланысып беруді сұрайды. Медиум келіседі. Бірнеше қария стел басына жиналып, шам жағады. Бірақ шеңберді толықтыру үшін бір адам жетіспейді. Медиум Ситадан қосылуын өтінеді. Қорыққанымен Сита бұл рәсім онсыз жүрмейтінін түсінеді. Сеанс басталады. Көп ұзамай марқұм әйелдің рухы медиумның денесін иемденеді. Күйеуі кешірім сұрайды, бірақ рух кешірім бермейді. Керісінше, ол сатқындықтың жазасы ретінде медбикені өлтіруді талап етеді. Сита бір нәрсенің дұрыс еместігін сезіп, қатты үрейленеді. Кенеттен барлық қатысушылар жат дауыспен сөйлей бастайды. Олар Ситадан күмәнді тастап, сенімге толықтай берілуді талап етеді. Қорыққан Сита бірден рәсімді тоқтатады. Шамдарды өшіріп, перделерді ашады. Қарттар түскі асқа кеткендей жайбарақат тарайды. Бірақ дәл сол сәтте медиум кенеттен адалдың дауысымен сөйлей бастайды да, олар Исмайлға көмектесуі керек екенін айтады. Сита дереу ағасына қоңырау шалып, жағдайының жақсы екеніне көз жеткізгісі келеді. Бірақ күннің соңына қарай Отто оғаш дыбыстар ести бастайды. Ол елес көреді. Ақыры адал шкафтың ішіне жасырынғанымен, айналасы әлде қашан өлген ер адамдарға толып кетеді. Отто жан ұшырып айғай салады. Ол кеште Сита қарттың әйелімен опасыздық жасаған медбикемен сөйлеседі. Кенет қарт қолына пышақ алып, марқұм әйелдің рухының талабын орындамақ болып,
әлгі дәрменсіз медбикеге тап бере. Сита бейкүнә қызды құтқармақ болып, оны есіктің артына жасырады. Бірақ кекшіл, рухы билеп алған қарттан қашып құтылмай тұрып, кенеттен сеансқа қатысқан басқа бір адам пайда болып, медбикені ішінен пышақтап тастайды. Сита қорыққаннан көзі шарасынан шығып, бейкүнә қыздың қалай жан тапсырғанын көреді. Сита неге мұны істегенін сұрағанда, әлгі ер адам: мен қабір азабын тартқым келмейді дейді. Сита адамдардың өлімнен кейінгі азапқа неге соншалықты сенетінін түсіне алмайды. Ол кісі оған жаңалықтарды қарауды айтады. Таңдана қараса, шынында да көптеген адамдар Ситаның мысалынан шабыттанып, дәл сондай қабір тәжірибесін жасап көрген екен. Бірақ бұл жолы нәтиже мүлде бөлек. Зұлымдардың қабірінен жан түршігерлік айқайлар мен азап дыбыстары шығып жатады. Ал жақсылардың қабірі керісінше тыныштық пен бейбітшілікке бөленген. Бұл адамдардың жердегі іс-әрекеттеріне қарай өлімнен кейін әділ жазаға тартылатынын дәлелдейтіндей еді. Сита абдырап қалады. Егер басқалардың тәжірибелері зұлымдардың жазаланатынын дәлелдесе, неге ол баспананың иесінде дәл солай болмады? Күмәннен арылмаған ол қарттың қабіріне қайта оралып, тәжірибені қайталауға бел буады. Қабірді қазып, табытқа қайта жатпақ болғанда, қорқынышты нәрсені көреді. Қарттың денесінен ештеңе қалмаған, тіпті сүйектері де жоқ. Сол сәтте жер мен табыттың тақтайлары Ситаның үстіне құлап түсе бастайды. Жан таласқан қыз қашып шығу үшін гері бағытта қазып, тар өткел арқылы еңбектей бастайды. Артындағы жері опырылып, қайтар жолды бір жола жауып тастайды. Алға жылжыған сайын Сита құлағына үрейлі елестер естіледі. Қорқып кеткен ол кенет өзін бала күнде Исмайылдың рухымен кездескен сол қорқынышты туннелдің ішінде екенін түсінеді. Әуелде ол мұның бәрі ауа жетпеуден туған елес деп ойлайды. Бірақ көп ұзамай таныс бала даусын естиді. Бұл шын мәнінде Исмайл еді. Қасында басқа рухтар да бар. Сита әрі қарай жылжып, әйнектің ар жағынан ата-анасын көреді. Олар қол бұлғап, өздеріне шақырып тұрғандай. Естеліктерден тұншыққан қыз жылап жібереді. Бірақ көрініс әп-сәтте жоқ болып кетеді. Туннел қайтадан қараңғы, қорқынышты күйге енеді. Сол сәтте Сита қарттың жан дауысын естиді. Ол ақыры күнәлары үшін жазасын тартып жатыр еді. Жолын жалғастыра келе, Сита жетімханадағы балалардың рухтарын көреді. Арасында Исмайл да бар. Сита өзінің елес көріп тұрғанына күмәнданады. Өйткені рухтар тек оларға сенетін адамдарға ғана көрінеді. Ол көзін жұмып, өзін өзі сендіруге тырысады. Бірақ көзін ашқанда, балалар әлі де сонда. Бәрі көмек сұрап тұр. Исмайл оған жақындап, неге бала кезінде оны тастап кеткенін, қорыққаннан қашып, көмектеспегенін бетіне басады. Кенет үстінен сұмдық дыбыс естіледі. Исмайл Ситаға алдына ашылған терең жыраға секіруді бұйырады. Қорқынышты мақұлық жақындап келеді. Таңдау қалмағандықтан екеуі қараңғы түпсіз жыраға секіреді. Сита есін жиғанда, жетімхана иесінің денесінің жанында жатыр еді. Бұрыннан бері бастан кешкеннің бәрі қорқынышты түс секілді көрінеді. Ол ағасын шақырып айқайлайды, бірақ ешкім жауап бермейді. Сол сәт қабірге жылан кіріп, Ситаны шағып алады да, өлі қарттың аузына кіріп кетеді. Мәйіт қозғалып, табыт ішінде тірілгендей отыра қалады. Бұдан кейінгі сұмдық Ситаның барлық қорқынышты елестерінен асып түсті. Көрінбейтін күш қарттың басын балғамен жаншып жібере. Бірақ бұл тек азаптың бастамасы еді. Оның басы қайта қалпына келіп, азап қайта жалғасады. Сосын оның аузынан бір жылан шығып, оннан аса жыланға бөлініп, бет жүзін жұлмалап жей бастайды. Қараңғыдан алып мақұлық шығып келеді. Қорыққан Сита Аллаға жалбарынып, сенімсіздігі үшін кешірім көрсетуді сұрайды. Соңғы сәтте отты қабірді қазып, қарындасын құтқарып алады. Сита көрген сұмдықтан қатты күйзеледі. Оның жылдар бойғы күмәндары мен қапалы ойлары күл-талқан болады. Енді ол әділеттің бар екенін түсінеді. Тек ол әрқашан тіршілікте көріне бермейді екен. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Жағымды пікірлеріңізді жаза кетіңіз.